Астана қаласында пәтер жалдап тұрып жатсаңыз, осы видеоны көріңіз. Сіздерге қазір қай бағытпен пәтер алуға болатынын көрсететін боламын. Бірақ ең арзан бюджетный вариант бір бөлмелі пәтердің расчетін қарайтын боламыз. Қараңыз ағайын. 11 миллион теңге бір бөлмелі пәтер Лесная Поляна деген районнан 30 метр квадраттың маңайында болады. Ол жерде бір бөлмелі пәтерлер осы 11 миллион теңгеден басталады. Лесная Поляна район білмейтін жандар болса, қаладан 10-15 шақырым жерде Қосшы қаласының жанында орналасқан. Бастапқы жарна 11 миллион теңгені жинау үшін 2 миллион 200 теңге керек болады. Ай сайын төлем сол кезде 155 мың теңге 15 жылға шығатын болады. Қараңыздар достар, қолыңызда осындай бастапқы жарна болмаса да бұл ипотеканы шығаруға болады, бірақ ай сайын төлем 155 мың емес, 200 мыңның маңайында болады. Енді осы ипотеканы алу үшін қандай шарттар орындалу керек? Алдымен кредиттік история, жақсы кредиттік история. Кредиттік историяңыз бұзылмаған, қазір кешіктіріп жатқан кешіктірулер болмауы керек. Екінші, ресми табыс, яғни пенсионкаңыз жүріп тұру керек, кем дегенде 5 айға. Ал егер пенсионка болмаған жағдайда, қолда 2-3 миллион теңге болса, ипотекаға осы 11 миллион теңгеден басталатын үйлерді шығарып көруге болады. Қараңыздар, осы бір бөлмелі пәтерді 11 миллион теңгеге алу үшін прописка керек емес, атыңызда үй болуы болмауы маңызды емес, үй кезекте тұрып та қажет емес. Енді отбасы банк депозитінде жинақтарыңыз болса, 50-60 мың вознаграждение болса, осы бір бөлмелі үйді алып көруге болады. Ол кезде ай сайын төлем азырақ шығады. 80 мың теңгеден 8 жылға шығатын болады. 80 мың теңгенің маңайында болады платеж. Осы видеоны қаланың ішінде, Астана қаласының ішінде пәтер жалдап тұрып жатқан барлық таныс туыстарға жіберіп қойыңыздар. Егер де арендада тұрмаймын, айына осындай 155 мың, 200 мың төлеп осындай Лесная Полянадан бір бөлмелі үй алуға көмек керек десеңіз, WhatsApp нөмірге байланысқа шығыңыз. Жақсы ағайын.